қонағы Хромтау ауданының Қаһарман қоғамдық бірлестігінің төрағасы, аудандық мәслихат депутаты Сағынбай Фархат Сүлейменұлы. 1995 жылы 13 мамыр күні дүниеге келдім. Осы Хромтаудың тумасымын. Хромтауда туып өстім. Жастар саясатына өзінің үлесін қосатын жастарды жинап, осындай ұйымды әрмен қарата жалғастырған болатынбыз. Енді қоғам жалпы қалай қабылдайды? Әрине, баяғыда салыстыруға келмейді. Қазір волонтерлардың өзінің бір ерекше қорғанысы бар деуге де болады. Себебі қазіргі таңда баяғы өзім бастаған, баяғы деп айтайын, 2014 жылдары бастаған кездерінде айттым, сөзімнің басында айтқанмын, волонтерларды массовка ретінде туыстайтын, сондай қылып қабылдаған болатын. Қазіргі таңда енді дамуына байланысты жастар саясатының ортаның барлығының дамыған несінде ойлаймын. Волонтерларды қазір қоғам өте жақсы қабылдайды деп ойлаймын. Сөз қосқансақ, толағай табыстарға тоқталып өтсек. Енді қоғамға көп қалайсыз белсенді болғаннан кейін жетістік көп. Оның барлығы да артында ерген шәкірттері бар, команда бар, соның жетістігі деп ойлаймын. Еңбегін елеліп, жаңамен өзін көріп, кітаптарын елеліп, медальмен марапаттау еңбекпен келетін өте сол еңбектенген адамға осындай марапат болады, осындай естістік болады, осындай жұмыс болады. Соны білсіз, мен кейбір тыңдап отқанымды, сонда өзім қарап отырдым, сонда ойлап отырдым, мен де пайғамбар жасына келіп қалған азаматпын. Сонда қазір балалар өсіп, жаңағы сөзінде айтыласың, біздің артымызда етіп жатқан жастар бар дейді. Мен де енді біздің де артымыздан еріп келе жатқан жастар бар деп жатырмын. Енді қазір жастар өте дамыған, өте керемет, сондай қазір енді шәкірттерді босқа тәрбиелеген жоқпын деп ойлаймын. Біз солармен байланыстамыз, әйтеуір сол рахмет аға сізге көп рахмет.